Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді жынттың жасалу жолын ұсынамын. Ауызашарға әр дастарханда тұру керек десерттердің бірі, және жасалуы оп-оңай. Осындай үй жағдайында тез дайындалатын десерттердің рецептін жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен талқан, сары май, шекер және печенье, аз ғана сүт керек. Ең алдымен печеньемізді жақсылап блендердің көмегімен майдалап езіп аламыз. Осыны талқанның үстіне салып, үстінен сары майымызды және шекерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сүт құямыз. Өте майлы болып кетпес үшін мен сүт құйдым. Оны жасамасаңыздар да болады. Осылай біркелкі болып біріккен кезде өздеріңіз қалаған формада формасын шығарасыздар. Бұл десерттің сан алуан рецептісі бар, бірақ маған ең ұнайтын рецебі осы. Тура осылай дастарханға қоя берсеңіздер болады, немесе мен сияқты бетіне шоколад жағып шықсаңыздар болады. Кесеге ыстық суымызды құйып, бетіне шоколадымызды қойып ерітіп аламыз. Видеода көрініп тұрғандай барлығының бетіне жағып шығамыз. Жағып болған женттерімізді холодильникке 2 сағатқа қойып қойсақ, шоколады қатып, өте дәмді десерт шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың көркін ашатын өте дәмді женттердің бірі. Сіздермен болған сандуғаш.